Сіздің ойыңызда әншілер өз әндерін орындау кезінде әдеттен тыс символдар мен ишараларды неге қолданады деген сұрақ туды ма? Көптеген адамдар бұл әншілер мен шайтани топтардың арасында терең байланыс бар екенін аңғармайды. Музыка әлемінде қайталанып шыға беретін бұл символдар нені білдіреді? Неге әншілер бұл символдарды қайталап қолдана береді? Бұл символдар қайдан келген? Бұл символдар не мағынаны білдіреді? Егер сізде бұл сұрақтарға жауап болмаса, онда сіздің бұл сәтті жіберіп алуыңызға болмайды. Егер талдау жасасақ, шайтанизмнің музыка әлемінде кең етек жайғанына көз жеткіземіз. Шайтанизм мен сиқыршылықтың негізі ол шайтанға құлшылық қылып, бір құдайға құлшылық қылуды елемеу. Перғауындардың кезінде шайтанизм шыңырау шегіне жеткен. Міне сол себепті көптеген символдар осы цивилизацияға алып келеді. Сіз музыка әлемінде көптеген мысырлық символдарды көресіз. Мына жерде мысырлықтардың қолданған жапалағы. Бұл сізге таныс көріне ме? Бұл рэп орындаушы Дрейк қолданған әлгі жапалақ. Сонымен қоса Дрейк 666 қол ишарасын жасайды. Әрбір саусақ 6 санын білдіріп, бір көзді шайтанның белгісін білдіреді. Шайтани Бохемиан Гроув кешінде тағы да сол баяғы жапалақ. Және рэп орындаушы Азелия Бэнкс бір көз белгісі және жапалақ символымен. Бұл ежелгі 30 династия мысырлық ителгі. Мына жерде бұл қыстың әнші Риянның аяғынан көріп тұрмыз. Бұл мысырша киінген Алестер Краули. Ол 20 ғасырдың аты шулы сиқыршысы болып саналады. Ол өзін адамзатты Хорус кезеңіне бастайтын пайғамбар ретінде санаған. Хорус ол мысырлық құдай. Бұл рэп орындаушы Джей-Зи киімінде қалағанды жаса, яғни Алестер Краулидің философиясынан келетін дәйексіз жазылған. Бұл дінде ежелгі Мысырдың көп құдайлары бар. Бұл әртістер мен шайтанизмнің арасында байланыс бар екенін көреміз. Бірақ адамдар бұған мән бермейді немесе көз жұма қарайды. Сондай-ақ американдық доллардан шайтаншылардың үшбұрыш белгісімен бір көз белгісін көруге болады. Неге мемлекет шайтани символдарды қолдануда? Assassin's Creed компьютер ойыны. Ежелгі екі тайпа ассасиндер мен рыцарьлар арасында болған жанжалды және олардың адам жаратылмастан бұрын келген мақұлқаттарға жанама байланысын баяндайды. Барлығымыз білеміз, Құдай адамдарды, жындарды және шайтанды жаратты. Бұл ойынның соңғы шығарылымы Assassin's Creed Origins деп аталады. Яғни, ойын жасырын ұйымдардың қалай пайда болғанын баяндайды. Сезген боларсыз, бұл ежелгі Мысыр. Жасырын ұйымдар бүкіл әлемді басқарғысы келеді. Бұл жай ғана ойын болғанымен, бұл ойында көптеген шындық жатыр. That you really can make what you want. One of my favorite books is The Alchemist, Paulo Coelho, and I just believe that. I believe that I can create whatever I want to create. If I can put my head on it right, study it, learn the patterns, and Бұл клипте біз әртіс Уилл Смиттің Паоло Коэльоның Алхимик кітабы туралы айтып отырғанын естідік. Егер біз бұл кітаптың сыртына қарасақ, қайтадан ежелгі Мысыр өркениетіне байланысы бар екенін көреміз. Уилл өзінің қалаған нәрсесін жарата алатынын айтты. Бұл шайтани философия. Себебі Аллах тағала ғана қалаған нәрсесін жаратушы. Шайтан өзінің құлдарына қалаған нәрсесін жасауды, Алланың бұйрығына немқұрайлы қарауды қалыптастырады. Қалағанын жаса философиясының артында тұрған шайтан, қалаған нәрсенді істе де, Аллаға құлшылық етуге бейжай қара дейді.
Алхимия сихрлық процесс болып табылады. Иә, сихрлық процесс, турасын айтқанда қара сихыр. Егер біз алхимияда қолданылған символдарға қарасақ, көптеген таныс символдарды көреміз. Бұл жерде алхимияда қолданылған символды көреміз. Лупе Фиасконың ән жинағының сыртына қараңыз. Бұл адамдар расында әнші ме, немесе сиқыршылар ма? Бұны өзіңіз шешесіз. Антон Лавей американдық шайтанға табынушы. Оған көптеген адамдар шайтанизмнің әкесі деп атақ берген екен. Ол шайтан шіркеуінің және Лавей шайтанизмінің негізін салушы. Ол көптеген кітаптар жазған. Кітаптары «Шайтани Энджел», «Шайтани салт жоралар» және «Шайтани сиқыршы әйел». Бұл жерде ол шайтани қол белгісін жасап тұр. Таныс көрініс бе? Бұл белгі музыка әлемінде кең етек жайған. Бұл кездейсоқтық емес. Бұның артында шайтан тұр. Бұл Асап Уроки, шайтани пентаграмда. Біз неге шайтанизмге қатысты нәрселерді көре береміз? Бұл бір сәттік көрініс емес. Бұл қайталанып көріне береді. Бұл Бейонсе, қолында шайтани бафометтік сақина. Бұл бафометтік символ шайтанизмде кең қолданылады. Егер бұл әншілердің шайтанизмге қатыстары болмаса, неге біз оларды шайтани символдармен көре береміз? Жауабы берілмеген бір сұрақ бар. Бұл әртістер неге шайтанға табынады? Бұдан оларға қандай пайда келеді? Бұл әртістер жындар мен шайтандарды разы қылу үшін шайтани жоралғыларды жасайды. Жындар ол Құдайдың жаратқаны, олар оттан жаратылған, және шайтан жындардан. Егер әртістер жындарға табынса, жындар әртістерге көмектеседі. Шайтанға табынушылар жындардың көмегін алу үшін өз адами құндылықтарын таптатады. Олар жануарларды құрбан қылып, тіпті шайтани күштерді алу үшін педофилия мен гомосексуализмге барады. Мысалға, әнші Леди Гага өзінің жын қаққан сәтін айтады. I'm also terrified of the devil. Well, the next question I'm going to ask you is from Tatin in Hong Kong, which is, do you believe in God? Yes. And the devil? And the devil. I believe in both. I had this dream quite recently that was so terrifying, so morbid and terrifying, and I called Deepak Chopra, who I work with, and I was telling him my dream, terrified, that the devil, and the dream was so terrifying, I thought somehow a devil force was trying to take hold of me, a darkness. I guess I see devil and darkness as the same thing. And he laughed and told me that I was very creative. Бейонсе өзінің ән айтып жатқанда басқа мақұлықтың оған кіргенін айтты. Ол оны Саша Фиерс деп атайды. They're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. And I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards.
Шайтанға табынушылардың бірнеше кейіпке енуі жиі кездесетін жағдай. Себебі олардың денелерін шайтан билейді. Шайтан олардың өнер көрсетуіне көмектеседі. Channeling деп жындардың кей адамдарды дәнекер ретінде пайдаланып, тірі адамдарға тіл қату процесін атайды. Көптеген әртістер channeling-ке сенеді. Олар жындарды солай шақырады. I think why you're my role model has to do with the way you relate to vanity. We're lying in bed and we're rehearsing the astronaut Garrett Reed love scene. And then we launched into the first take and two voices came out of you. Do you remember this? Two voices, and they were simultaneous words, but they were two levels of sound. And I looked over at you. You were amazed. I was amazed, and you said, "Well, Cheryl, I'm many different people." I said, "No, Jack, you're a channel." Екі дыбыс, екі дауыс бір уақытта. Олар жындарды шақыру үшін әрекет деп аталатын әдісті қолданады. Краули айтқан, жындарды шақырудың жылдам жолы әрекет әдісін қолдану. Олар аталған әдісті қолдану арқылы кейіпкердің бейнесінде фильм біткенге дейін қалады. Джек Николсон бірнеше киноларда психопат рөлінде ойнап, адамдарды көп рет қорқытқан екен. Тіпті түсірілім аяқталғанның өзінде кейіпкер кейпінде қалатын болған. Джокер рөлін сомдаған Хиз Леджер және бұрын бұл рөлді Джек Николсон сомдаған болатын. Хиз Леджер өлтірілген кезде Джек Николсоннан ол туралы сұрағанда, мен оған бұл рөл туралы ескерттім деген екен. Иә, оның бар айтқаны осы болатын. Бұл Jay-Z студияда өлең жазуда. Студияда тұрған кітапқа назар аударыңыз. Кітап ақ және қара сиқыр деп аталады. Өлең жолдарын осы кітаптан ала ма? Jay-Z рэп орындаған кезде ішіне ұялайтын Rain Man атты мақұлық туралы айтады. Right now I'm thinking like, where is this going? What does this track say? When I go through my Rain Man. It's funny, like, how it came about being a lyricist is weird because I started out technically, like I used to write all the time, before I started going into the Rain Man thing, Jay-Z'дің Rain Man деп айта беретіні не нәрсе немесе кім? Сонымен келесі шайтани әнші Eminem'ді тыңдайық. My name ain't gonna be Slim Shady no more. So no more Slim Shady. No more Eminem. No more Eminem. You know my new name will be? So what's your new name gonna be? Rain Man. Өлеңнің лирикасына дейін қойып тыңдаңыздар. Рэпер Lil Uzi жаңа ғасырдың жақында ғана миллиондаған альбомын сатқан әртісі. Оның Lil Uzi есімі Lucifer сияқты естіледі. Яғни Lucifer шайтанға берілген тағы бір есім. Шайтани символдар барлық жерде. Ол өзін шайтанға сатқандығы туралы тікелей эфирде мойындаған болатын. Мен Боб Диланның 43 жылдық карьерасы туралы сұрағым келеді. Боб сияқты әсер еткен жер бетінде тірі әнші жоқ. Оның айрықша ақындық лирикалары жер бетінде бұрын-соңды жазылмаған, есте қаларлық әндерді дүниеге әкелді. There's a magic to that, and it's not Siegfried and Roy kind of magic. It's a different kind of a penetrating magic.
Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. Бұл BET кешінде Крис Браун мен рэпер Тайганың ән орындау сәті. Бұл әртістер неге Мысырды қатты жақсы көреді? Бұл Крис Браунның денесіндегі татулар. Бұл Кенни Уэст мойнында мысырлық қыран алқа ретінде тағып алған. Каббала алғаш еврейлер қолданған қара сиқырдың түпнұсқа формасы. Осы әртістердің барлығы шайтанға табыну арқылы каббаланы басқаша формада қолданады. Бұл каббала қызыл немесе кремсін жібі әртістер шайтанмен байланыс жасағанда тағады. Осы қызыл жіпті таққан көптеген жұлдыздарды көре аламыз. Шайтанизмде ең көп қолданылатын символдардың бірі көз символы. Бірақ осы бір көз символының астарында қандай мағына жатыр? Бұл сұраққа жауапты біз қасиетті Құраннан табамыз. Бұл аяттарда Алла тағала біздің екі көзіміз бен екі жолымыз туралы айтуда. Бір жол тура болса, басқа жол ол жамандықтың жолы. Екі көз екі жолды айыра алатынымызды білдіреді. Яғни ақиқат пен жалғанды, олар осы өмір мен арғы өмір туралы білімді білдіреді. Екеуі де жақсы мұсылман болу үшін керек. Шайтанның бір көзді қолдану жаман жолды таңдағаны себепті. Ол бір көзін жабады, яғни ақиқат белгісі саналатын көзін, яғни біз Алланы тани алатын көзін жабады. Шайтан сенің келесі өмірге немқұрайлы қарағанды және қалаған нәрсенді осы өмірде жасап қалғаныңды қалайды. Бірақ саған бір нәрсені қаламайды. Ол Аллаға құлшылық қылу. Бұл әртістерді бақытты деп ойлама. Олардың көбісі анашы шегуге салынып кетеді және кейбірі өз өмірлерін қиып жатады. Есінде сақта, бақытқа апаратын жол ол Алланың жолы. That I just become a money-making machine and that my passion and my creativity take a back seat. That makes me unhappy. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. And that is a little bit of why I cut my hair, is because I really want to be my authentic self, 100%. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's
It's not worth it at the end of the day. It's really not worth it.